246 миллион теңге. Түркістан музыкалық драма театрының бөрте қойылымы туралы бақ өкілдері біле алған жалғыз ақпарат осы еді. Ал бүгін бұл театр Елордаға келді, және мен ақпаратты көрермен ретінде таратам. Кеттік. 70-тен асып бара жатсақ та өзіміз үйренетін дүниелер көп болды. Ауыр болды деп бітірсең есті. Өзімді қауіпсіз сезініп тұрмын. Немен келдіңіздер? Көнсең? Мәскеуден ұшып келдік, бірнеше адам бүгін маған инстаграмға жазып жатыр. Бөрте. Тарихи қойылымдардың көрерменнен бұрын тарих алдындағы жауапкершілігі басым. Өткеннің еншісін өнердің еншісіне айналдырғысы келгендер көп ақ. Бірақ бұл бөртенің жөні бөлек. Бір ұлы қағанның, 4 ханның анасы Бөрте анамызды сахнаға алып шығу оңай болған жоқ әрине. Сын да болып жатыр. Сын әрине өнер кәсіби жағынан емес, ақшасында тесіп жатыр ғой енді. Сіздер білесіздер, шетелде тіпті мынандай сөз бар, donation деген. Ол халықтың өзі өнерге арнайы көмек береді. Өнердің ең жаңағы көп көмекті қажет ететін саласы ол театр және кітапханалар. Егер біздің ұрпағымыз кітап оқымаса, театрдан рухани байымаса, онда не үшін миллиардтаған ақшаға біз театрлар саламыз, не үшін миллиардтаған ақшаға біз кітапханалар саламыз. Бір ағамыз айтып еді, біздің билеттеріміз Моншаның билетінен де арзан деп. Бұл жолы олай емес. Көрерменін таң қалдыру үшін заманауи технологияларды, білікті мамандарды, ең шебер актерларды бір спектакльге жұмылдырғаннан бөлек, қымбат, сапалы костюмдер. Билет құны 3.000-нан 25.000 теңгеге дейін барса да, зал лық толы. Бұрын енді актерлар, бірен-саран актерлар келіп ойнайтын. Ал мұнда бүткіл Қазақстандағы жаңағы театрдың қаймағы. Әрбір театрдың қаймағы десек те болады. Қаймағы ғой қазір. Бізде көп қазір қаймақтар театрда. Мен ойлағам, бұл шетелдің режиссер біздің қазақтың табиғатын қалай біледі, оның жан дүниесін қалай ашады, бұл қандай жұмыс болар екен деп ойлағам. Бірақ маған өте қатты ұнады режиссері. Өйткені енді ол қазақ деп, орыстың жан дүниесі деп бөлінбейді ғой. Бұл адамзаттың жан дүниесі. Сондықтан оны аша білді деп өзім солай ойлаймын. Жалпы өзі итальянецтер мен қазақтар ұқсайтын сияқты көрінеді ма? Қай жағынан? Қызуанды болады. Содан кейін бұрында бізге Россиядан бір режиссер кісі келген болды, біз студент кезде. Сол кезде біз Ромео и Джульеттаны қойып жатқан кезде ол да айтқан, оказывается, Шекспирға Ромео и Джульетта нелерге қазақтар жақсы келеді екен, қызуғандылық жақтарынан ұқсап тұрады. Әшім Ахметов сондай қызуғанды образды бұл спектакльде де сомдайды. Шыңғыс ханның сенімінен шыққан батыры, ал ханның өзін Еркебұлан Дайыров бөртесін Ая Шәріп сомдаса, Әділ Ахметов Тұғырыл хан деген енді асарын асап, жасарын жасап, енді айналаға көз тастап, шығып келе жатқан жаңағы ру басыларына көмектесіп, өзінше бәрі көмек сұрауға келеді. Бұдан келген адамдарға іш пысып кетсе, әңгімесін айтып отырады, созып ашуланып кетсе ұрсады. Сондай ойына келгенін істеп жүрген патша ғой. Келесі жылы алла жазса 22-23 маусымға Италияның ұлттық театрларында олардың шақыруымен біздің Түркістан театры гастрольдік сапарға аттанады. Италияның бірнеше қаласында гастрольдік тур жасаймыз. 3 сағатқа созылатын қойылымда бөртенің текті тумысын, Шыңғыстың шамырқанып шарт сынған сенімін, Жамұқанның жан алқынғандағы соңғы сөзін естіп, көріп қана қоймай, сезінесізде. Аға, бастан аяқ музыка маған ұнады, сізге ше? Жоқ, әрине, керемет музыка, керемет көрініс, жалпы қойылым ерекше сондай бір жағынан әсемет, екіншіден ой тудырды. Өйткені біз әрине қаншама біз тарихты қазсақ та бөртенің
осыншама ұлағатты керемет ерекше азаматшы болғанын осы спектакль арқылы білуге болады. Сол соңғы сәтке Шыңғыс ханның жарылатын сәтіне күш сақтап отырсың. Сол бір қиындау сол өнер сол. Кәдімгідей сезілді көрерменге. Жүрегі ауырып кетті. Енді бұдан кейін демаласыз ба, әлде түсірілім, Түсірілімге баратын ертең таңертеңгісін бірден прямой рейс. рухани демалыс деген болмай ма? Рухани демалыс осы бүгін демалдым ғой сіздердің. Сіздердің энергетикаларыңызды алдық. Жетеді деп ойлаймын мен сол. Алдағы уақытта. Сәтбек, Сіздер аман болыңыз. Ая, жас жеткіншек қыздың да, қартайған кейуананың да рөлін шебер сомдап шықтыңыз. Бұл қалай? Әдетте әр кезеңін әртүрлі актриса ойнайды ғой, бір рөлдің, иә? Мен негізі актриса емеспін. Мен опера әншімін. Я 7 жылда Вена қаласында оқып тұрып шықтым. Мені биыл келіп Түркістан қаласына солистка болып Айнұр Көпбасарова шақырып, сөйтіп қуана келдім. Әрбір ұсақ түйегі ұмытылмай, ұқыппен ойластырылған мұндай бағалы қойылымға біздің қазақ көрермені келуге, көруге лайықты. Ой, рахмет сізге. Осындай сюжеттерден кейін Назеркені театр падишасы деп атағым келіп тұрады. Не деген талғам, не деген түсірілім.